барысында тест тапсырмаларының базасы қандай жолмен қалыптастырылып, сұрақ кітапшасы тестіленушінің қолына қалай жеткізілетіндігі туралы айтып өтеміз. Жыл сайын орта білім берудегі тест тапсырмаларының базасы 20-30%-ға жаңартылып отырады. Емтихан барысында қолданылатын тест тапсырмаларын әзірлемешілер құрастырады. Екіншіден, әзірленген тест тапсырмалары сарапшылар арқылы сараптамадан өткізіледі. Апробацияның нәтижелері бойынша түзету жұмыстары жүргізіліп, содан соң тест тапсырмалары базаға тапсырылады. Тест нұсқалары тест спецификациясына сәйкес жүйеленіп, сұрақ кітапшалары дайындалады. Дайындалған емтихан материалдары ұлттық тестілеу орталығының баспаханасына буып-түйуге беріледі. Емтихан материалдары ұлттық тестілеу орталығының баспаханасында басылып шығарылады. Дайындалып шыққан сұрақ кітапшаларын арнайы тексеруге береміз. Дайын тексеріліп шыққан сұрақ кітапшалары қоймаға тапсырылып, буып-түйуге жіберіледі. Оны бұл жерде сканерден өткізеді. Сканерден өткізілген сұрақ кітапшалары жауап парағының көшірмелері және ашу актісі арнайы қорапқа салынады. Арнайы салфанды орап, пломбамен жабыстырылады. Келесі лого белгісі бар қораппен жабылады. Және төрт жағынан пломбамен жабыстырамыз. Келесі лек және аудитория нөмірі жазылған парақшаны қорапқа жабыстырамыз. Бұл түйілген емтихан материалдары қалташасында мекен-жайы жазылған брезенттік қапқа салынады. Және бұл қаптың аузында арнайы пломбамен пломбаланып, Қазпошта арқылы ұлттық қауіпсіздік комитетінің қоймасына жеткізіледі. Әрбір материал салынған қорап емтихан болатын аудиторияларға білім және ғылым министрлігі өкілдерімен жеткізіліп, тестіленушілердің алдында ашылады.